Күйөөм Алматыда жұмыс істегенде курьер болып істеді, пеші курьер. Ол курьер болып істеген оңай нәрсе емес. Алматыда білесіздер, пробка көп. Әсіресе мына қыстың күні қиын да, мына жер тайғақ болады. Қанша дегенмен тайғақ болады да, по-любому. Сонымен уайымдайтынмын ғой, ойбай, менің аман есен келсе екен күйеуім деп ше. Уайымдайтын. Біреу бірдеңке ұрып қойды ма, енді неше түрлі адамдар болады ғой. Сол қатты уайымдап отыратын. Сондай уайымшыл болатын ше. Мамам айтады, ей, сен жерге бай жандысың дейді. Мен сондаймын да. Біреу бір кәмпит тәтті берсе, күйеуім жесін деп сөйтемін да, күйеуімді ойлаймын ше. Сондай адам болатын. Сосын кейбір елдің әйелдері ұрса, ойбай, маған ақша керек. Мани, ақша керек, не қылып таппадың деп. Или маған алтын керек, бриллиант керек, киім керек, шуба, норка, түлкінің шубасы, борсықтың шубасы, арыстанның шубасы деп. Ондай мен вообще ондай айтқан емеспін. Вообще. Или төркінге барып бүйтіп жатып алам деп, ондай. Никогда. Вообще ондай. Любой ақша әкелсе де, қандай ақша әкелсін, қандай ырысқы несіп әкелсін, соған қанағат тұтатын. Мен сондай адам. Наоборот, мен күйеуім айтатын, ауырған кезде енді арасындағы соғып басталған кезде арасында ауырды ғой. Сол құлап, төсек тартып, жаңадан бастамасы, жаңадан бастамасы болып жатқан кезде стресс те болды, байқұсым. Анемия, тахикардия, соңында опухоль болды. Сол кезде қатты уайымдайтын, мен өзім жұмыс істеймін, өзім бағам дейтін, мен өзім бағам сені, өзім жұмыс істеймін, жат дейтін. Енді аяқ қолым артрит қой. Енді әрең жүремін да өзімде. Күйеуімді қатты уайымдайтын, мен сен отыршы, өзім ақ бағайшы деймін. Сондай мен әйелім. Мен сияқты әйел адам енді мыңның бірінде ғана шығар, шын айтқанда. Мойындайсыздар ма, мыңның бірінде ғой, шын мәнінде. Отыр мен бағайын деген әйел бар ма? Қазір ондай мыңның бірінде ғана. Сен отыр, өзім бағам, алақаным аялайым деп. Әйтпесе кафе қыдыртпадымыз, қыдырдық. Алақанға салып аяладым. Ешқашан менен жаманшылық көрді деп айта алмаймын. Егер де менен жаманшылық көрсе, давно менімен ажырасып кетпейді ме? Мысалы да. Наоборот, мені қатты жақсы көреді, мен де жақсы көремін. Сондаймын. Мысалы, дос балалармен бір жаққа отыруға кетеді, мысалы. Ауырмай тұрған кезде. Барып кел дейтін, тойлап кел, қыдырып кел дейтін мен, мысалы. Балаларыммен барып кел, қыдырып кел. Той болса тойға бар, туған болса туғанға бар дейтін мен. Бармайтын ондайға. Бірақ раз бар да, достармен, фотоға түсіп, блогерлермен түсіп, сол. А так, бүйтіп бет алып ешқайда бара бермейді. Наоборот, мен қыдыр дейтін. Сондай әйел